Ипотека туралы тағы бір маңызды бір ақпарат, маңызды бір момент десек болады. Ипотека, кредит алардың алдында, именно сол ипотекаға немесе кредитке өтінім берердің алдында бір күн болса да просрочка жазсаңыз, сізге ипотекаға немесе кредитке отказ банктен келуі әбден мүмкін. Сіздің жаңағы берген өтініміңізді банк базасында текущая просрочка деп шығып тұратын болады. Сол үшін үй алар кезде кредиттік историяға өте мұқият болған дұрыс. Мысалы, сіз май айында Астанаға келіп пәтер алу ойыңызда болса, сіз май айының бір басында жолға шықтыңыз, сосын бір күн болса байқаусыздан енді бір күн действующий кредиттеріңіз болса, бір күн просрочка жіберіп алдыңыз, келдіңіз, өтінім бердіңіз, сол кезде банктен отказ келіп қалады, текущая просрочка деп тұрады. Отказ келіп қалған жағдайда бір 2-3 аптадан кейін обновление болады, одан кейін барып қайтадан одобрение беруі мүмкін. Сол кезде сіз басқа жақтан келсеңіз, уақытыңызды жаңағыдай жолға кеткен шығындарыңыз болады дегендей. Уақытыңызды жоғалтып аласыз. Осындай қателіктер көп кездесіп жатады. Кейбір кісілер предварительный одобрение алып алғаннан кейін үй іздеу барысында жаңағыдай действующий кредиттер болса, 1-2 күн просрочка байқаусыздан жіберіп алады да, содан кейін полный одобрение кезінде де отказ келіп жатады. Осы видеоны таныс туыстардың барлығына таратып қойыңыз ағай. Арасында Астанаға келіп, басқа жақ қалаға жолға шығайын деп жатқан, ипотекаға үй алайын деп жатқан ағайындар болса көрсін. Ал ипотека туралы көмек керек, сопровождение керек болса, бастау деген нөмірге хабарласа береміз.